Бәрекелді достар, келесі үйренетін әніміз қазақ вальсанының королі Шәмші атамыздың ана туралы жыр әнін үйренеміз. Себебі барлықтарымыздың ең ардақты адам біз үшін анамыз. Сондықтан аналардың құрметіне осы ана туралы жырды үйренейік. Бұда жаңа алдында үйреніп өткен әндерден кішкене өзгешелік болып тұрғаны назатты қостық. Бұл каподастр деп аталады. Бұл кәдімгі латтың рөлін ойнайды, яғни дауыстың кейбір аккордтарға дауысымыз жоғары дыбыстарға келген кезде дауысымыз жетпей қалады. Сол кездерде сол аккордтан өзгертіп, басқа бір аккордтан ойнай беруге болады. Сол үшін аккордтың өзгерту үшін бұл өте қолданылатын өте пайдалы зат. Каподастр қолданбайда тартуымызға болады, негізінде бар аккордтармен. Ана туралы жыр әнді CM аккордынан минорный аккорд, яғни до минор аккордтан үйренеміз. Бірінші каподастрмен айтылуын көрсетейін бұл жақтан. Бір куплет қайырманы сіздерге орындап беремін. Бұл енді бұл жерде қолымыздың, саусақтарымыздың басылуы, құдды біз АМ аккордынан қалай ұстасақ, солай ұстай беруге болады бұл жақтан. Каподастр мына жердегі ненің рөлін ойнап тұр. Ендеше бір куплет қайырманы сіздерге орындап беремін. Жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен бердің құстардың қанатын самғаған, балалық құштарым өзіңе арнаған. Әлдилеп аялап өсірген жемісің, самал жел саяма құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын. Бәрекелді. Ендеше бұл әннің ритмі 4/3. Оң қолымыздың шектерді теру қағидасы алтылық. Алтылық дегеніміз бір ненің ішінде, тәктің ішінде 6 шекті тереміз. Яғни 5, 3, 2, 1, 2, 3. Яғни вальс былай да тартуға болады. 5-ші стымда, сосын мына үш саусағымыз бір жолда 3 шекті бірдей, бір тегіс тартуға тура келеді. Яғни 5-ші шек бір рет, қалған шектер 2 рет. Қазірше біз теріп тартумен аккордтарын таныса берейік. CM әлемнің жарығын 2 рет тұрамыз. Сыйладың сен маған. Сыйладың деген кезде біз құдды мына жақтан ұстаған С аккорд сияқты, бірақ С аккорд емес бұл жерде. Бұл жерде ре диез мажор, Д диез. Оны баремен бұлай ұстаймыз. Сыйладың сен маған. Бұл фа диез. Фа диез
сыйладың сен маған деп мына жақтан ұстауға болады. Даланың әр гүлін. Бұл да сіздерге кішкене гитараның өн бойындағы аккордтардың бар екенін көрсете кету үшін осы мақсатта осы тональді талдадым. Себебі бұл әнді әмінен де айта беруге болады, өздерің танысып кеткен аккордтарды ұстап. Негізінен ал мына жақтан айтсақ, сіздерге тағы да басқаша жаңа аккордтармен танысуға мүмкіндік болады деген оймен осы СМнен бұл әнді ойнап көрсетіп жатырмын. Даланың әр гүлін. Даланың деген кезде біз баре қолымызбен баре аккордынан былай ұстадық. Яғни бұл аккорд кәдімгі ля мажордың диез көтерілген, бір тон көтерілген аккорды. Яғни әдетте ля мажор ай аккорды сөйлесе осыдан жарты тон көтерілгендегі, бірақ бұның өз атауы сол. Бұны екі түрлі атауға болады. Әй диез деуге де болады, или кәдімгі біз Б аккорды бар, Б аккордынан жарты тон түссеңіз осыған келеді. Яғни екі түрлі түсінуге болады. Даланың әр гүлін, соль минор, яғни GM. Жинадың сен маған. Қайтып келдік. Сен бердің құстардың ұқсас. Фа диез, фа минор. Дарарым, дарарым. Дарарым, дарарым. Енді қайырмасына келейік. Әлдейлі баялап. Каподасты тұрған кезде біз жиі ұқсатып ұстадық бұл жерде. Бұл аккорд тағы да жаңағы әй диез мажор. Әлдейлі баялап өсірген жемісін. Өсірген, соль минор. Самал жасаймын құшағың мен үшін, есейіп кетсем де диез, мен саған сәбимін. Бұл жерде кәдімгі соль диез мажор или ля бемоль мажор деуге де болады. Соль диез мажор. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңліңді көктемде. Жаңа аккорд. Көзіңнен танимын. Яғни енді аккордтарын жаттап алғаннан кейін жаттығулар жасайсыздар. Жаттығу жасаған кезде аккордтан аккордқа ауысу жаттығулар. Мына қолымыз негізі бірден келе қоймайды. Өйткені қолдың күші жетпейді кейбір бауырларымызға, қарындастарымыздың қолына. Сол үшін осылай ұстап тұрамыз да, мына жағынан бір минут, 2 минут шыдап ұстап дайындаламыз. Сол кезде біздің қолымыздың жаңағындай ауырғаны барлығы басылатын болады. Ақырын-ақырын үйренетін болады. Сосын аккордтан аккордқа ауысып жаттырамыз. Ана туралы жыр әніміздің негізгі аккордтары осы. Енді бұл әнді де қағыспен айтуға болады, бірақ вальс әндерін қағыспен айтқан кішкене келіңкіремейді, келеді, бірағында негізінде бұл сіздерге кішкене қиындау болуы мүмкін, өйткені мына жақты қағыспен бірге мына жақтардан дыбысты жаңағы мынаның рөлін мына жақтан істеп отыруға тура келеді. Жақсы.